Преступник садился на самолет, когда приехала полиция. Полиция келгенде кылмыскер ушакка отырды. Президентам обеих стран нужно подписать документ. Екі елдің президенттері құжатқа қол қоюы керек. Наш репортер в Париже расскажет вам о недавних событиях. Париждегі тілшіміз соңғы оқиғаларды айтып береді. Все деньги в магазине подарков были украдены. Сыйлық дүкеніндегі ақшаның барлығы ұрланған. Поп-звезда была замечена со своим новым парнем вчера вечером. Эстрада жұлдызын кешке жаңа жігітімен байқаған. Все знают, что вечерние новости начинаются в 7 часов. Кешкі жаңалықтар сағат 7-де басталатынын бәрі біледі. Поп-звезда была замечена со своим новым парнем вчера вечером. Эстрада жұлдызын кешке жаңа жігітімен байқаған. Все деньги в магазине подарков были украдены. Сыйлық дүкеніндегі ақшаның барлығы ұрланған. Поп-звезда была замечена со своим новым парнем вчера вечером. Эстрада жұлдызын кешке жаңа жігітімен байқаған. Преступник садился на самолет, когда приехала полиция. Полиция келгенде қылмыскер ұшаққа отырды. Президентам обеих стран нужно подписать документ. Екі елдің президенттері құжатқа қол қоюы керек. Все знают, что вечерние новости начинаются в 7 часов. Кешкі жаңалықтар сағат 7-де басталатынын бәрі біледі. Наш репортер в Париже расскажет вам о недавних событиях. Париждегі тілшіміз соңғы оқиғаларды айтып береді. Преступник садился на самолет, когда приехала полиция. Полиция келгенде қылмыскер ұшаққа отырды. Все знают, что вечерние новости начинаются в 7 часов. Кешкі жаңалықтар сағат 7-де басталатынын бәрі біледі. Президентам обеих стран нужно подписать документ. Екі елдің президенттері құжатқа қол қоюы керек. Все деньги в магазине подарков были украдены. Сыйлық дүкеніндегі ақшаның барлығы ұрланған. Наш репортер в Париже расскажет вам о недавних событиях. Париждегі тілшіміз соңғы оқиғаларды айтып береді.